gentlemen, the main fight of the evening is the Flyweight Championship. Keştin bastı jekpejegin bastaybar! Ендеше қош жауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышы, оның кәсіби рекорды 11 жеңіс, 6 жеңіліс, бойы 165 сантиметр, салмағы 56-да 700 келі, Куритиба қаласы Бразилия, Флавио Мадруга да Силва! Келесі кезекте оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, оның кәсіби рекорды 6 жеңіс, бойы 169 сантиметр, салмағы 56-да 700 келі, Ақтөбе қаласы Қазақстан, Әліби Әдірі! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Мені мұқият тыңдаймыз. Топтан кейін. Ардақ жанкүйерлер, осылайша бүгінгі кештің басты айқасы басталды. Ақтығында рефери Ақтілеу Әскербайұлы тиісті нұсқауын естіртті. Екі жауынгерде тас түйін даяр гонг түңінін күтеміз. Сонымен Ғалым мырза, бүгінгі кештің басты жаңалығы, басты шайқасына келіп жеттік. Шынымен де тағатсызданып отырмын. Бұл бразилиялық Де Силва, Флавио. Аса қауіпті жігіттердің бірі, сөзсіз. Әліби Әдіріс үшін үлкен сынақ болғалы тұр. Әлгі жекпе-жекке беттеген сәті, денесіндегі бар суреті бұл жігіттің мен еркін өмір сүремін дегеннен хабар берсе керек. Жекпе-жек басталды, алғашқы соққа Әліби Әдірістің тарапынан аяқпен бір соқсын жасап көрді Әліби. Бразилиялық бірінші нөмірмен жұмыс істеуге кіріскендей, әсіресе тықсыра жүріп, Ыдырыстың өте қауіпті қазір Де Силва. Де Силваның жылдамдығы таңғалдыруда мені. Біріншіден, екіншіден бір емес, бірнеше соққыларға ұласқан осылар сериал шабуылдар қазір. Әліби Әдірістің біраз қиындыққа салуда. Алдың қолын іске қосты Әліби. Жақсы джеб Де Силва тарапынан. Өте қауіпті қазір Әлібидің фирмалық бір стилі дейікші тізесімен жасаған соққысы. Лоу. Қазір енді басымдық дейікші инициатива. Де Силваның қолында болып тұр. Раунд басталғалы бері. Ыдырыс екінші нөмірмен жұмыс істеуге шешім қабылдаған. Бұл айқасқа тұрған жоспары. Тамаша соққы оң қолмен бағыттаған. Де Силва әзірге орнында. Флавио, төзімді жігіт. Әрі қауіпті. Де Силваның аптығын тізесімен жасаған соққысы басқан тәрізді Ыдырыстың. Енді чемпиондық титулға үміткердің аяқ алысы қалай, Ғалым мырза? Аяқ алысы жаман емес, сөйлей алмай қалдық қой мұна. Бразилистің шабуылынан кейін Әліби бауырымыз кезінде Қытайдың ала дорбасын ұстап жүредім. Қазір қолыма найзаның пойызын сүйреп жүрмін демекші. Ал бауырым бүгін асың алшына түсіп. Мінеке, тамаша, не деген бәсілесінім-ау, айналайын-ау. Ей, айналайын-ау. Әліби өсті бір қуантық қойш кішкене. Ай, азамат, мінеке қаңғалақта тұқылақ шекеден ұрған. Бұл енді Әлібидің өздеріңіз білесіздер ғой, алғашқы жекпе-жек басталған сәтте қарқынды бірден күшейтпейді. Мынау бразилиялық
арқасында дракон ба, торғай ма, немене жылан ба, бір бәле сабаған. Жангешті бәле екен бұл Я, да. өте төзімді. Десилва біріншіден, екіншіден осы Дартим командасы арасында осы жаттығу өткізіп жүріп, бұл жігіт біраз физикалық, техникалық тұрғыда үлкен бір ілгерілеу жасай алды. Тәжірибе жинады, осы жерде. Ол тағы бар. Қазақстанның ауа райына дейікші, климатына жақсы. Біздің Қазығарда жал жайын жеп күшейді дейсің ғой. Ол да бар. Әлібидің баспасөз кешінде айтқанда ет қазақтың жылқының етін жеп біраз. Ой, пырмай. Әрекеті зор айту еді. Жылдамдық тұрғысынан енді Әліби Ыдырыстың өз қарсыласынан бір бас жоғары тұрғандығынан қарамыз. Әсіресе соққыларды көре алу жағынан Десилва өзінің олқылықтарын осы көбінесе қарсыласын тықсыру арқылы толтыруға тырысады. Өткен Әліби Ыдырысты бірінші нөмірді қолына беріп қоятын осы өзіне қауіпті екендігін білген Десилва. Өте тамаша қазір мына нокдаун. Ары қарай нокаутқа ұласа ма жоқ па? Десилва Тамаша. есін жинап алғандай. Әлібиді қапсыра құшақтай кетті, бірақ Әлібидің мергендігі. Міне шынтақпен ұрған. Тағы бір ауыр соққы. Флавио Десилва. Әліби. Енді 10 секунд. Уақыт қалды. Раундтың соңында басына қара бұлты үйірілген сәті. Раунд аяқталды. Ардақ жанкүйерлер, бірінші раунд аяқталды. Қазір енді бейне қайталау сәті. Әлібидің орындауындағы қазір сол дәл бір соққыны тағы да қайталап көреміз. Сол қолымен артқа шегіне барып ұрған сәті. Керемет. Дәл бразилиялықты бір теңселтіп алды. Одан кейін Әлібидің бет жүзіне қарасаңыз, моншадан шыққандай, сәл терлегені болмаса, бұлай еш абыржу жоқ, салқынғанды. Тыныс алысы да. Емін еркін. Десилва бұл енді жігітті шындық керек, күні бұрын әлгі жеңілдінің сапына қоса салатын жауынгер емес. Әлді айтам, өйткені осы Ақтауда өткен ғалымырда өзіміз куә болған турнирде Шұқатаевты тамаша ұтқан еді. Бұл бразилиялық. Сондықтан бұл басты айқастың барысында біраз болжамдар айтылды. Қазір енді міне басты айқасты қолдауға келген жалпы Майзақ 42-нің шағын ғана бүгінгі жабық турнирдегі аудитория. Мінекей. Тамаша. Десилва ширақ қимылдап бастады бұл жекпе-жекті. Ондай болады. Қауіпті. Тамаша фронт-кик қараңыздаршы. Дәл тиді Десилваның иегінің астынан. Ой, пырмай, ой. Бұл бразилиялық шындырда. Бразилиялығын ана Барановел деген бая Мартагаскастың киносында алды билеп жүрген мұны. Киноға нәсін көрсете алды. Қауіпті. Десилва Әлібидің ауыр соққысын өткізіп алғаннан кейін бірден есін жинады. Қазір енді кездейсоқ нартай өкелге бару қажет еместігін ұқты түсінді. Физикалық тұрғыда кім мығым болса шындығында жеңіс соған бұйырады. Сөзсіз. Әлібидің енді көп соққыны қарсыласының ішіне аяғына бағыттауы тегін емес, өйткені Десилваның қарқынын бір басып әлгі бір ноқталап алмақшы ойда. Әліби Десилва қоян қолтық ұрысқа бұл жігіт тіпті кетер емес. Мінекей, кішкене скоростар бәсеңдегендей болды. Алман кезек соққылар болып жатыр. Ой.
Я, бұл тұста жекпе-жектің қарқыны сәл бір бәсеңсегендей көрінеді, бірақ бұл енді Де Силваның бағана өткізіп алған соққылардан кейінгі бір сәл де болса түріше бір белгі беруде, неліктен қандай көзіне Көзімді шығып алды деген сияқты айтып отыр. кіріп кетті дегендей. Бұл шаршағанның белгісі деп түсінсек керек енді. Ол да бар. Енді қаланы тапса қаржырап дейді, сондықтан 8 бұрышта бұндайда бір ара тұра айлаға бой алдырып тұрады жауынгерлер. Оны енді бір таңғалатын дүние емес. Дегенмен қазір бір басқа бір көзді жетеді деп кірісе бермей ма? бұл енді ғалым мырза басқа бір көз, бір басқа бір көз дейсіз ғой. Бір қазір көрек бейне қайталау сәтінде. Шынымен де Әлібидің осы тұста осы бір сол қолмен жасаған соққысы саусағы осы бір сәтте көзіне тиіп кетсе керек бразилиялықтың. Сәл ғана бір тыныстап алуына бұл жақсы мүмкіндік. Енді бұл раундтың бел ортасынан асуға таяп қалдық, ардақ жанкүйерлер. Жекпе-жегіміз әрімен қарай жалғасады. 57 келі салмақ дәрежесі титулды айқас. Әліби Ыдырыс өзінің чемпиондық белбеуіне дәмелі болып келіп отырған бразилиялық Де Силваға қарсы айқас өткізуде. Тамаша Де Силваның құлаштай ұрғаны. Жаңағы үзіліс Де Силваның пайдасына тамаша майдай жаққан сияқты. Біраз ширақ қосылды қимылына. Дәл солай бірінші нөмірмен жұмыс істеуге ұмтылады. Сол бір жоспарынан танған жоқ. Бразилиялық Әліби қарымта шабуылмен көп жағдайда қарсыластың қорғанысын бұзақ жару. Нәтижелі шабуылдармен біраз. Тамаша асылым, Енді мүмкіндік бар ма қарсыластың ту сыртына шығып кетуге? Әліби Ыдырыс тіпті асықпайтын сияқты. Шаршатып жатыр ақырында. Асығып қайда барам дегендей. Жоспар. Шындығында бір шетінен енді бұл чемпиондық жекпе-жек, сондықтан ұзақ қашықтық. Кімнің функционал тұруда дайындығы мықты болады, сөзсіз бұл айқас сол жауынгердің пайдасына шешіледі. Әліби Ыдырыс сені іске қосып көруде. Бүйірден соққан. Жақса. Әлібидің партердегі басты қаруының бірі шынтағы. Қолын құлыптау арқылы шынтақпен қанжардай осып түсетін осы бір соққыларын жиі жаудырса, Де Силваның басына қара бұлты төне түскендей болар еді. Әліби Ыдырыс өз бұрышынан айқайлаған сигналдардың дауысын әсіресе Жалғыз Жұмағұловтың өлім қалт жеріне тыңдауда естуде қауіпті. Жоқ. Ешбір қауіптен тумаған екен. Де Силва партерде де барынша тыраштанып бағуда. Әлібидің балғадай, әлгі балғаны ұрған ұстадай төбесінен төндіре ұрған осы соққылары қазір бразилиялықтың қабақ жарылған сияқты. Шынтағымен ұрған ударлар тамаша. Бразилиялықтың қабағы жарылған екен. Бұл екінші раунд аяқталған сәт, ардақ жанкүйерлер. Де Силва әрі қарай шыдас бере ала ма? Әлде жекпе-жек бәлкім техникалық нокаутпен аяқтала ма? Ол енді алдағы уақыттың ішіндегі шаруа. Енді бұл раундқа қандай бір баға бере аламыз? Мінекей дөңгелеп жүргенін көрудеміз. Сөзсіз раунд Әлібидің енішінде. Бірақ Де Силва раунд басында өте жақсы қарсылық таныталды.
Қабақ жарылған екен. Ардақ жанкелер, бұл найза 42. Ең жеңіл салмақтағы титулды айқас. Кештің басты жекпе-жегі. Қазір енді үшінші кезең басталады. Аса тартысты жекпе-жекті көрудеміз. Де Силва бірден алға ұмтылды. Қолынан сусып шығып бара жатқан басымдықты қайткенде ұстап қалуға тырысады. Болмаса, алдағы қалған раундтар осы бір қарқынмен жалғасатын болса, бұл Де Силва үшін жекпе-жектің нәтижесі тіпті қуантарлық болмайтыны түсінікті. Тамаша, қауіпті соқты болды. Әлбетір сенді нағыз бір ММА-дің әліппесін бастан аяқ үйретіп жатқан бай Де Силваға. Сәт сайын бөлшек-бөлшегімен қарсыласының қорғанысын бұзып жарып жатыр. Түрлі-түрлі соққылар. Енді Әлібидің арсеналындағы бар қаруын қазір көре алудамыз. Екші соққылар шындығында Әлібидің орындауында. Әлібидің жан-жақты шабуылдауға көшті. Де Силва бір орында тұрып қалған болмаса, бұл жігіттің енді жанның шындығында жанкештілігі қуантады, таңғалдырады әрі. Мұндай ауыр соққыларды өткізе отырып, аяқта тұрып, тепе-теңдікті сақтай отырып, қарта жауапқа қою шындығында нағыз ер азаматтың келді ғой енді Әліби. Бес бір құлақ шекесінен шынтағын атаңы байқаш. Ауыр соққыларды барынша Де Силва қабылдай алатындығын бүгін паш етуде. Сөзсіз Де Силваға тек тұрып қол соғуға болады. Өйткені мынадай ауыр соққыларды көтере алу екінің бірінің, бұл дивизионда тіпті екінің бірінің қолдан келе бермес айдан анық бұл. Ал Әлібидің тағы да өзінің мәнеріне тән дәлдігі, шеберлігі бір бақ жоғары екендігін сөзсіз дәлелдеп жатыр. Үшінші раундтың бел ортасынан асты, тізені іске қосты, қауіпті. Де Силва артқа шегінгісі келмейді бразилиялық жауынгерді. Тіпті ойында да жоқ. Бұл неткен жанкешілік ғалымырза бразилиялық Де Силваның тарапынан. Өжеттілік деген осы. Сөзсіз ең жоғарғы қошемет, ең жоғарғы баға беруге лайықты. Әліби қарсыласын партаға қарай ауыстырып көрді, ғыстырып енді келді, өзді келді. Урай келіп тұрса, Әліби дұрыс осында тұрған мүмкіндікті жібермеуге тырысатыны түсінікті. Қарсыласының қорғанысынан саңылау көрген жерден Әліби дұрыстың жұмсаған жұдырығын қатар көрудеміз. Бразилияға соғылған қоңырау әзірге сәтсіз аяқталды. Сәтсіз аяқталды. Зеге 8-шін бермедіңіз ғой 8-ші нөмірді басынан. Сөзсіз Әліби 8-ші нөмірді теруден кеткен сияқты, бірақ мен қазір тік тұрып қол соққым келіп тұр Де Силваға. Бұл жекпе-жек қандай нәтижемен аяқталмаса да тамаша жекпе-жек болды. Өте тартысты. Мінекей.
Ардақ жанкүйерлер, енді Де Силваның өнері шындығында тамсандырады. Сөзсіз қазақ жауынгері Әліби Ыдырыс қарсыластан бір баш жоғары, бірақ мынадай қысымға төтеп беру әрі мынадай қысымнан аман шығу өтті ғой. сөзсіз жылдың мінезі дегендей осы Найза Эйворд марапатында алады деп болады жыл соңындағы. Бұл жігітті міндетті түрде енгізеді деген ойдамын. Керемет. Нағыз чемпиондық жекпе-жек. Үшінші кезең аяқталды. Ардақ жанкүйерлер. Әліби Ыдырыс, Мавруда, не деген жекпе-жек, не деген эмоция. Өте мықты. Осылай бір қуантатыны біздің найзаның жігіттері осылай. Әліби Ыдырыс қазір біраз күшін сарқыды. Енді қараңыз. Ғалым мырза, бір ерекше жағдай байқап тұрмын қазір. Флавио де Силваның түріне қарасаңыз, ұйқысынан ең тұрған адамдай. Ұйқысынан қайдам, жаңадан туылған бұзау ұқсап қапты ғой. Көзі бадырайып. Жоқ ана, ұйқысынан енді бір оянып, қайтадан бір екінші тынысы ашылғанда. Әлемде не болып жатыр? Әліби Ыдырыстың сәл шаршағанын байқадым. Кішкене күші жұмсап қойды. Керемет. Оңай емес. Әрине, енді бұл шешуші раунд болатын сияқты. Менің ойымша, алдағы бұған дейінгі раундтардың қорытындысы енді Әліби Ыдырыстың басымдығымен аяқталды десек, артық айтқандығымыз емес. Қателеспейміз. Төртінші раунд басталды. Қауіпті. Флавио. Флавионың шегінетін ой жоқ. Көз алдында Әлібидің титулы иығында тұрған сәті елестейді. Мұхит асып, текке келмегендігін дәлелдеуде бұл жігіт. Барында, нарында салуда дейсің. Өйткені енді бұл жігіттерде еркенмен төбелес жүрген жоқ қой, шындығы керек. Міне тамаша. Өзін жанұясын асырау деген сияқты бір нағыз ер азаматқа тән принципін арқалап, адал жолмен ақынды тапсам жүрген азаматтар, сондықтан бұл жігіттерді ерекше айтып отырмын, құрметке лайықты. Әліби Ыдырыс бұл раундта партерге қарай. Айқастың бағытын солай қарай ойып тұруды ойлағандай. Иықпен соққы жасайтын жауынгерді көрдік. Ғалым мырза. Аяқпен де тептіңіз, тізеңмен, бірақ қолдың сыртымен ұратын жауынгерді өте сирек кездестірдім. Бұл Әліби Ыдырыс. Көре берсең, жүре берсең, көре бересің. Неше түрлі өнерлерін көрсетіп жатыр жігіттер мінекей. Бұл енді нағыз әмбебап деп айтамыз ғой. Универсал дейді, универсалда. Әмбебап спортшы екендігін байқады да. Әліби. Әлібидің бұл жекпе-жектен алдында айтқаны бар осы. Бұл Де Силва төзімді, мінезді жігіт. Сондықтан осы жекпе-жекті бұйыртып жеңіспен аяқтап жатсам әрі қарай менен жақсы жаңалықтар күтіңіздер деген болатын. Бұл жігіттің әрі қарай өрлеп, басқа да белді лигаларда айқасқа шыққандығын көргіміз келеді. Алла қаласа, ол кімдердің де ауылы алыс емес ау. Сөзсіз лиганың чемпионы. Әліби телефон. Қоңырау шал деген секундаттарын естідік. Ақыл кеңесін. Бразилияға соғылған қоңырау жете ме екен? Үттеген жеріне жоқ. Әзірге Де Силва қате нөмір берген сияқты. Соғылған қоңырау әзірге жете қоймады. Бірақ партердегі басымдық сөзсіз шеберлік. Әлібидің тарапына, Әлібидің еншісінде. Де Силва.
тыныстап жатыр. Жай бір спарринг белдесу өткізіп жатқандай бет жүзіне қарасаңыз. Осының алдында раундта аузы мұрны қан. Керемет болды. Ол кезде картина басқаша, қазір Десилва. Шынтақпен ұру керек енді. Осы кезде шынтақпен. Сол бір ұмтылсын Әліби тағы да қайталап көрер. Я, міне, іске қосты шынтақты. Төртінші раундтың аяқталуына 1,5 минут уақыт қалды. Міне шынтақ. Тағы да төбесінен төндіре ұрған сәт Әлібидің қарсыласын. Тағы да қабақ жарылды бразилиялықтың. Бірақ бұл Флавио Мадруганы, Флавио де Силваны тіпті уайымдататында емес. Қос қабақтан қан кетсе де бразилиялық қорғаны ұмытқан жоқ. Ұмытпауды әрі. Флавио де Силва жанталасып бағуда. Әлі бедіріс. Енді мұна жекпе-жекті шындығында тек үнсіз ғана отырып тамашалағың келеді. Өйткені қаншама ерлік жатыр екі тараптан да. Қаншама еңбек, қаншама мінез, өжеттілік, жанкештілік. Осы кәсіпқой спорттың ең биік жоғарғы деңгейі осы шығар. Әліби дұрыс өзі қарапайым, ел сыйлайтын, елді сыйлайтын жігіт. Және мұнадан кейін оның Флавио де Силваға деген құрметі еселеп артатын түсінікті. Керемет. Өйткені ол өз тәрізді, өжет мінезді қарсыласқа кездестірді. Ардақ жанкүйерлер, енді мұна тұста Флавио де Силваның бет жүзін көрдіңіздер ғой. Қалай ғана өзгергендігін. Бірақ осындай залалды ала тұра Флавио де Силва мен 5-ші раундқа шықпайын деген ой тіпті бет жүзінде байқалмайды. Дәрігер келді жанына. Тоқтатыла ма жоқ па? Жоқ, тоқтатылмайтын сияқты. Төбелеседі екен, жанкеш. Шығам деп тұр. Бастар тіпті ойында жоқ. Маладесі, еркек екені. Флавио де Силва. Тұрды қарасайшы, Дайымын дейді, кел. Екі жолбарыстың бір-біріне қараған сәті ғой. Қараңызшы, қандай драма. Бәлкім бір жолбарыстан техникалық тұрғыдан мығым шығар, мықты шығар. Көгалы жолбарыс болмайды ау, бірақ. Енді мен айтып отырғаным мына жердегі мінезі да. Мінезі. Өтті. Мінеке азамат. Әліби дұрыстың шеберлігі. Қараңыздар. Мынадай соққылар тек не деген шыдамдылық бразилиялық жауынгердің Серік мырза. Егер жылдың мінезі деген позиция болса, сөзсіз де Силваға тиесілі. Ал жылдың ең ерекше соққылар деген номинация болса, Найзай Уотста 2022-дегі, ол сөзсіз Әліби дұрысқа тиесілі. Керемет. Жыл жекпе-жегі десеңіз, бұл айқасты мен шындығында 5 раунд ақырына дейін аяқталғанын қалап тұрмын. Керемет. Бәрекелді. Әліби дұрыс. Екі-біріне соққымен де Силваны теңсетті, бірақ мұнан таза не бәлешкі мұнан құламайды. Құлағысы келіп те тұрған жоқ, құлайтын ойда жоқ.
опасный мынау. Қауіпті. Мықты екен десе де. Мінекей. Ардақ жанкүйерлер. Найза YouTube арнасын қанша осы турнирде комментаторлық қызмет атқара жүріп, мен дәл қазіргідей эмоция бастан өткермеген екен. Өйткені қаншама жекпе-жек көрдік, қаншама турнирлерде куәгер болдық. Бірақ дәл мынадай 5 раундқа ұласып жатқан драмаға толы айқасты бүгін тамашалап куәгерлік етудеміз. Де Силва уақытынан бұрын ұтылуға лайықты емес деген бір ойым келді, шындығы керек жанкүйер ретінде. Ал Әліби Дырыс енді әзірде сөзсіз ұтып тұр бұл жекпе-жекті. Енді 5-ші раундтың жарты беліне келді. Шешуші соңғы раунд. Шыда Де Силва дегін келеді. Сөзсіз Әлібиге жанкүйеріміз, ол чемпион. Ол жағынан тіпті күмән жоқ, бірақ Де Силваға тік тұрып қол соғуға болады. Қоңырау шалынды ма? Жоқ. Бүгін Әліби Дырыс бар. Шаруаны қоңыраусыз 5 бітірген қаруын кетті. шығарды. Тіпті 6-шы, 7-ші қаруын шығарды. Ғалым мырза. Партерде, тік тұрып төбелесуде, қысқа қашықтықтағы ұрыс, алыс қашықтықтағы ұрыс, аяқпен де, қолмен де, шынтақпен де, қолдың сыртымен де, иықпен де, тіземен де, барлық біз жаңғырған, жаңа биікке көтерілген техникалық арсеналы сәт сайын, күн сайын кемелдене түскен Әліби Дырысты көрдік. Сөзсіз, бұл жауынгер найзадан түлеп ұшып әрі қарай әлемдік беделді лигаларға кіруге даяр әрі лайықты. Ал Де Силва ең бірінші қазақстандық жанкүйерлердің, найзаның жанкүйерлерінің қошеметіне лайықты. Осы айқасты тамашалауға келген, толықтай келсем, мінекей. тікелей эфирде тамашалап отырған жауынгерлер, жанкүйер жұрттың белбеуге лайықты жекпе-жек өтуде. Бұл енді соңғы 50 секунд уақыт қалды, ардақ жанкүйерлер. 57 келі салмақ дәрежесі Әліби Дырыс, Флавио Де Силва, бразилиялық жауынгермен қазақстандық ММА жұлдызының арасында өтіп жатқан чемпиондық жекпе-жек. 5-ші раунд, соңғы 30 секунд. Соңғы 30 секунд және Де Силва жоқ, бір қарымта әдіс жасауға тырысып көріп еді. Әліби Дырыстың ұмтылса сәл ғана сәтсіздеу шықты. Соңғы 10 секунд уақыт қалды, ардақ жанкүйерлер. Әліби Дырыста түсінгендей, шындығы керек. Әліби Дырыс ширақ қимылдауды. Бәрекелді, және жекпе-жек аяқталды. Тамаша. Сөзсіз, Әліби Дырыс бұл айқаста жеңімпаз, бірақ ардақ жанкүйерлер, Красавчик. мына жекпе-жекте сөзсіз Әліби Дырыс Әліби Дырыс дәл қазір ғана бізге жақындап келіп, қазақтың тарихында енді жалпы 57-дегі UFC-дің чемпионы мен болам деген өзінің бір сәлемін жолдады. Және бұл сәлемді тікелей мұхиттың ар жағында Америка құрама штаттарына жеткізді деп есептеңіздер. Ардақ жанкүйерлер. Әліби Дырыс сөзсіз чемпион, сөзсіз өз ұясынан толығып шыққан чемпион. Енді Ғалым мырза, мына жерде Флавио Де Силваны қараңыздаршы. 5 раунд жанкешті ұрыс көрсеткен бразилиялық өр мінезді азамат. Қошеметке лайықты ғой.
Бұл шындығында нағыз бір айтулы айқас болды, ардақ жанкүйерлер. Иншалла күн туады, сіздер жұмыс жасамайсыздар. Таңғы кешке кешке дейін. Мен тренировка жасадым, балам. Естікке жетісіне еңбек етіп жатсыздар. Мен күнде көремін, жүрегім ауырады. Алхамдулилля, мен сіздерді қуантамын. Тек қана эмоциямыз қалды ішімізде, ардақ жанкүйерлер, күштің бәрі сарқылды. Енді мынау құрмет қой. Екі жауынгердің бір-біріне деген. Сонымен төрешілердің шешімі 45-50. Бір ауыз шешіммен жеңіске жеткен Найза лигасы ең жеңіл салмақ чемпионы Әліби Ыдырыс! Ардақ жанкүйерлер, осылайша Әліби Ыдырысты чемпиондық титулын қорғап қалуымен құттықтаймыз, және Флавио де Силваның лебізін естігіміз келеді ең бірінші. Міне құрмет, міне нағыз спорт, міне нағыз кәсіпқой спорт, міне нағыз батырлардың кездесуі. Енді жеңімпаздың лебізін тыңдайық. Доминирующий чемпион Әліби Дискомфорт Ыдырыс. Әліби, жекпе-жек жайлы айта кетсең, бәрі ойдағыдай өтті ма? Және өз дивизиондағы басқа жауынгерлерге хаттаман жолдауын бар шығар. Ассалаумалейкум. Алаштың аманат ұлдары, қазақ елі. Бір туғыл шапалақ болса сіздерден. Алхамдулилля. Мен бір Аллахтың бір әлсіз құлымын. Кішкентай, салмағымда бір кішкентай. Аллах тағала жүрегіме осылай жүрек беріп қойды, соған мың да шүкір. Бұның бәрі мен дұға еттім. Ешкімге сенген де жоқпын. Тек Аллахқа дұға етіп, міне. Қытайдың сөңкісі ет. Алхамдулилля, денемізде 3%. Нұрбек аға, қалай ма, история ма? Алхамдулилля. UFC, Flyweight, дайындалыңдар. Алаштың аманат ұрпағы келе жатыр. Және де ертең 12-де әкемнің туған күні. Әке, мен сізде білем, таңның атысымен кетесіз, күннің батысымен келесіз. 5000 теңге тауып, ұлым тренировка жасасын деп. Мен сонда әкем, шешем барына мақтан етем. Мен ойлаймын, сіздер мені көріп бір қуанып отқан шығарсыздар. Бұл поезда әкеме арнайтын едім, бірақ басқа біреуге арнағым келіп тұр. Әкем оны қуанады деген сендемін. Мына жақта Асарумен жігіттері келді, Асхат, бауырларым. Сіздер міне бүгінгі күннің батырысыңдар. Шамал камераны алсаңдар жігіттер. Асхат бауырым, қайдасыңдар? Міне Асар жолы көптеген жанұяға себепші болып бүгінгі таңның батырлары. Мен мына поездына әкем рұқсат берсе, алдағы уақытта бір осындай Хабибтің поездтарын беріп жатыр ғой. Сол Хабиб болмасам да әйтеуір Алаштың бір ұлымын. Бір семьяға пайдам десе, осыны аукционға қойсаңдар. Сіздерге мынау деген өзімнің ем, аяқта Алаштың зиялылары. Осы бір семьяға менің бір кішкентай үлесім десе, мен сол үшін қуаныштымын. Бұның бәрі ақыретте қалады осы жерде. Бұл тек қана пойыз. Айбек аға, сіздің көңіліңіз босап жаңа менімен сөйлескенде барлық күш қуат Аллахта деп. 7 адамға бірде жетіп аласына бірде қарап. Самый тяжелый лагерь вот. Сіздер білесіздер, 5 раундтық пикқа шығу 3 рет қатарынан өте қиын. Сондықтан Айбек аға, алғысым шексіз. Мен білемсіз, себепшісіз, бүткіл күш қуат Аллахта. Және де бауырларымды құттықтаймын. Барша қазақ еліне рахмет. Нұрбек аға, мен Найзаның несімін, бір мүшесімін. Мен ешқайда кеткен жоқпын. Мен алдымдағы жігіттерге поясымды тастаймын. Мен достойны қорғадым деп ойлаймын. Сол себепті де бонус 500 мың емес, бой вечері миллион күтем. Всем ассаламу алейкум. Қазақтың жігіттері мың бір болсын. Сөзімізде тұрайық, жігіттер, көмзат обещать етпейді. Жасық бауырым. Всем ассаламу алейкум, рахматулла баракату. Әліби Дискомфорт Ыдырыс. Ассаламу алейкум. Барлар, қазақ елі. Мағлуда. Hey Dana, watch this fight. I'm Kazakh. Алаш, мен. People. Есть уже контракт, да? Над этим, Харабала. Саят. Ойлаймын, енді бір көз қырым сет шығар маған деп. Бәрі маған сенім білдірмейді, бірақ мен жүрегіме ақтап шығам. Давайте, менеджерлар күтем сіздерден. Мадруга,
Thank you, brother. Madruga turalım не дейсің? От меня. Таза. Таза, бешбармақ.